қалың қалай? Кешегі қосуға берілген теңдеулерді шығара алдың ба? Тамаша. Ал енді бүгін азайту амалына берілген теңдеулерді түсіндіретін боламын. Ал енді бірінші теңдеуге қараймыз. А азайту 5 тең 12. Азайту амалының компоненттерін еске түсірейікші. Біріншісі азайтқыш, азайтқыш және айырманың мәні. Ал енді осы азайтуға берілген амалда мынаны жаттап аламыз. Егер азайғыш белгісіз болғанда, мына жерде сендерге арналған подсказка бар. Яғни не істейміз? Қосамыз. Ал енді мына азайғышты табу үшін бұл жерде подсказка жоқ. Яғни азайтамыз. Міне, мынаны есіңе сақтап, жаттап ала қой. Жарай ма? Ал енді бірінші теңдеуімізде қандай компонент белгісіз? Ғы ма, қ ма? Әрине, ғы. Оны үстінен домалақтап қоясың. Ғыны табу үшін тағы бір рет айтам, подсказка бар. Қосамыз. Дұрыс айтасың. Ал енді жазамыз. А тең 12 қосу 5. 12-ге 5-ті қосамыз. Бірлікке бірлікті қоса саламыз. 7 сонда болады. 17. Тамаша. Тексереміз. 17-ні біз А-ның орнына қоямыз да, мына бірінші жазылған теңдеуді астына көшіріп жазамыз. Ал кәнекей, міне А-ның орнында 17, азайту 5 тең 12. Ал енді тексерейік. 17-ден 5-ті алсақ, 7-ден 5-ті алсақ 2, яғни 12. 12 мен 12 тең ба? Тең. Яғни біздің бірінші теңдеуіміз дұрыс. Ал енді белгісіз азайтқышты табу, яғни қ-ны табуға берілген теңдеуді шығарайық. Тағы да есімізге түсірейік. Азайтқыш, азайтқыш айырманың мәні. Қандай компонент белгісіз? Азайтқыш домалақтап қоямыз. Ал енді қ-ны табу үшін не істеуші едік? Ол жерде подсказка жоқ. Азайтамыз. Дұрыс айтасың. В тең. Енді қарайықшы. Мен 2-ден 10-ды азайтам ба? Немесе 10-нан 2-ні азайтам ба? Әрине, үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үлкен санымыз 10, азайту 2. В тең 10-нан 2-ні азайтсақ 8. Оп-оңай. Ал енді тексереміз. Мына В-ның орнына 8 санын қоямыз да, біріншісін астына көшіріп жаза саламыз. 10, азайту. В деп қайтадан жазып қоймаңдар. Біз оның мәнін таптық қанша? Дұрыс айтасыңдар. 8 тең 2. 10-нан 8-ді азайтсақ 2, 2 тең 2. Яғни біздің теңдеуіміз дұрыс. Тамаша. Ал енді мен үй тапсырмасына осындай 2 теңдеу берем. Және де тура алдындағыдай маған түсіріп, видеоға түсірсең де болады, немесе фотоға түсіріп, чатқа кері байланысқа жібер. Келістік па?